Әдептілік ережелерін жетік меңгерген кез келген адам асхана аспаптарын пайдалана алуы тиіс. Себебі ол дастархан басында отырғанда тағамды қалай жемін деп ойланбай, жанындағы адамдармен әңгіме құруға міндетті. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз асхана аспаптарын пайдалану ережелері жайында баяндаймыз. Үстелге қойылатын асхана аспаптарының саны әкелінетін тағам түрлеріне тікелей байланысты. Кішігірім ережені естен шығармаған жөн. Жаңа тағам әкелінгенде аспаптарды да ауыстыру қажет. Жегенде алдымен ең жақын тұрған қасықтардан бастайсыз. Сол жағыңызда тұрған аспаптарды сол қолыңызбен алатыныңызды ұмытпаңыз. Оң жақтағы қасық айырларды оң қолыңызбен пайдаланасыз. Бәріне ортақ қойылған тағамға арналған аспаптардың тұтқасы сол жағынан болса, оларды да сол қолыңызбен аласыз. Тұтқасы оң жақта орналасқандарға да қатысты осы ереже қолданылады. Для каждого блюда имеется свой прибор для холодных закусок, для горячих блюд. Әрбір тағамға арналған өзіндік асхана аспаптары бар. Ет пен балықты жейтін ыдыс әртүрлі. Мәселен, балыққа арналған шанышқының 3 түсі бар. Қалған тамақтарға кәдімгі шанышқыны қолдануға болады. Тәттілерге арналған қасық пен пышақтың көлемі кішкентай. Десертные, они формой отличаются, то есть они намного меньше размером, ножи поуже идут. Осыған дейін айтылғандардан басқа пышақтың тағы 3 түрі бар. Біріншісі ол майға арналған пышақ. Оның жүзі жартылай иілген болады. Сондай кесектеп берілетін ірімшікті алатын пышақта дастархан басына қойылуы мүмкін. Оның пішіні орақ тәріздес, ұшында тістері болады. Бұл құралмен ірімшіктің үлкен бір бөлігін кесіп алып, өз тәрелкеңізге салып аласыз. Ал лимонды кесуге ара тәріздес пышақ қолданылады. Жемістің кесіп алынған бөлшегін 2 тісі бар арнайы айырмен аласыз. Егер сіз пышақ, айыр немесе қасықты алдағы уақытта пайдаланбайтын болсаңыз, оларды дастарханға емес, тәрелкеңіздің шет жағына қойғаныңыз жөн. Әсіресе пышақты орналастыруға мән беріңіз, ол ыдыстың оң жағына тіреліп тұру керек. Мамандардың айтуынша, осы әрекетті дұрыс орындасаңыз, аспап сізге де, жаныңызда отырған көршіңізге де кедергі келтірмейді. Кейде дастархан басына өзіміз үйренген асхана аспаптарынан бөлек қосымша құралдар қойылуы мүмкін. Мәселен, ұннан пісірілген тәттілерді ұстайтын қысқыш керек, кішірегі қант, мармелад, қапсыз шоколад кәмпиті, зефир салу үшін қолданылады. Ал уылдырық, паштет, кейбір ет пен көкөністен пісірілген тағам түрлерін қалақшамен салуға болады. Щипцы тоже имеют свою разновидность, а именно идут большие. Ыстық тағамның алдында берілетін тамақ түрлерін салуға аспаптардың түрі қарастырылған. Бізде қант пен мұз қосуға арналған қысқыштар да бар. Щипцы для льда, для сахара имеются. Тәттіге де өзінің асхана аспаптары бар. Пышақтың ұзындығы тәтті салатын тәрелкенің диаметріне сәйкес келуі тиіс. Ол әдеттегі пышақтан әлдеқайда жіңішке және ұшы өткір болады. Қасық пен 3 түсі бар айыр пышақтан қысқарақ келеді. Бұл аспаптар ірімшік, торт, тәтті бәліш, қарбыз бен қауын жеуге де жарамды. Кесуге келмейтін тәттілерді осы құралдармен жеуге рұқсат. Олардың арасында жидек мусы, немесе кілеге қосылған жидек, компот, балмұздақ, тәтті ботқа бар. Сүт қосылған кофе, какао, жеміс коктейльдер, грейпфрут, жұмыртқа жеп ішетін болсаңыз да сізге шай қасығы қажет болады. Ал кофе қасығын осы сусынға тапсырыс бергенде ғана әкеледі. Тұтқасы ұзын қасықтар үлкен стақанға құйылатын мұз қосылған шай немесе кофемен бірге беріледі. Асхана аспаптарын таңдағанда олардың жылтыр болуына зер салыңыз. Кейбір ыдыстар ақ әлде сұр түсті көрінуі мүмкін. Ыдыстың шетінде ешқандай кертіктің жоқтығын тексеріп алыңыз. Айырдың тістері тым өткір, доғал немесе қысқа болмасын. Айыр немесе қасықтың сапасы жоғары болған жағдайда ол ешқашан майысып қалмайды. Жақсы ыдыс тығыз материалдан әзірленеді. Әдетте олардың қалыңдығы 1,5 мм-ге тең, ал қасықтың тереңдігі 7-10 мм-ден аспайды. Оның иісі де болмағаны жөн. Егер сіз мейрамханаға келіп, асхана аспаптарының тым көп болғанын байқасаңыз, жаныңызда отырған көршіңізге назар аударыңыз. Келесі бағдарламада біз оларды қолдану тәсілдері жайлы баяндаймыз. Этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.